Бердібек Соқпақбаев, Аяжанның жалғасы. Обалай. Кешкі тамақты Аяжан өз үйіндегідей биік столда емес, дөңгелек аласа столда отырып ішті. Ыңғайлы болу үшін атасы оның астына кішкентай аласа орындық қойып берді. Алыстан келген сыйлы қонағымызсың. Есік төрімізді бірінші рет көріп отырсың. Сенің жолың үлкен, деп Меруерт апай оны төрдің қақ төбесіне отырғызды. Же ғой, іше ғой деп барлығы Аяжанға бәйек болып жатыр. Әр тағамнан бір шұқып Аяжан лезде ақ тойып қалды. Тамақтан соң Аяжанның кітап оқығысы келді. Нұрдәулеттен, жақсы кітап бар ма? Деп сұрады. Бар еді, тозып қалды. Қане көрсетші. Нұрдәулет Аяжанды төр үйге бастап жүрді. Май жаққан добалдай нанын қолына ұстап, олардың соңынан Зәуре де қалар емес. Сен тамағыңды әуелі жеп бол, содан соң орныңнан бірақ тұрып, деп Аяжан оған ақыл айтып жатыр. Әрине, әне көрдің бе? Әпкең дұрыс айтады. Тамақтанып болып дастарханнан бірақ тұру керек. Өнегелі бала сөйтеді деп Сарекең Аяжанның айтқанын мығымдай түсті. Зәуре аш қалуға бар, ал Аяжан мен Нұрдәулеттен қалуға жоқ. Жеп болдым деп ол қолындағы шала желінген нанын дастарханға тастай беріп еді. Бұның да жақсы емес. Тістелгеннен кейін жеп таста. Сенің сілемекеңді кім жейді? Итке тастай ма? Деді Аяжан. Қылығының тетірлеу болған түсінген Зәуре, өзім-ақ жеймін деп тізерлеп отыра қалды да нанын қарпып асап жей бастады. Нұрдәулеттің кітап қағаздары қоңыр тумбочканың ішінде болатын. Қақпағын ашып кеп жібергенде бірнеше кітап журнал умаждалып шашылып түсті. Журналдар балдырған журналы еді. Кейбіреуінің тысы жыртылған, кейбіреуінің суреттері қайшымен кесіп алынған. Сау қалған беттерінің өзі шимай жазу, қолдан салынған шатпарақ сурет, сия тамған, май тамған, лас. Аяжан шошып кетті. Мынаның бәрін кім бүлдірген, кім жыртқан? Өзі, деп Зәуре сұқ қолымен Нұрдәулетті көрсетті. Бір журналды аласап, мынаны жыртқан сен болатынсың, деп Нұрдәулет Зәуреге жала жауып жатыр. Тумбочканың ішінде сықыған кітап қағаздарды Аяжан шетінен қопарып шығара бастады. Бірінің үстіне бірін нығарлап тыға беріпті. Мойдодыр Гайдардың, РВС пен Кибальшиши, Әлімбаевтың, менің ойыншығым, Маршақтың, аңқау тышқаншығы, бірінші класқа арналған қазақ тілі, ана тілі кітаптары бәрі аралас. Бәрінің де түрлері алба-жұлба. Енді бірсыпыра кітаптар жүнін жұлған тауықтай тап-тақыр. Мұқаба деген атымен жоқ. Авторының кім екенін, қандай кітап екенін білу мүмкін емес. Мына бір жалғыз парақ Степан ағайдан екен. Аяжан оны суретінен бірден таныды. Енді бір кітаптардың басы да, аяғы да жоқ. Тағы біреулердің аяғы бар да, басы жоқ. Кітаптармен араласып басқа да дүниелер шығып жатыр. Резеңке, қоян, қаңылтыр, ысқырық, ләңгі, бірнеше асық шықты. Мәмпәсейден босаған әп-әдемі дөңгелек қызыл ала сауыт саңғырт етіп еденге домалап түсіп еді. Менікі, деп Зәуре әлгіні бас салды. Сенікі емей-ақ, өзімдікі. Нұрдәулет таласа кетіп, сауытты күшпен тартып алмақшы болып жатыр. Аяжан араша түсті. Зәуреге болысып жатыр. У-шуды естіп, не болды сендерге? Не болды? Деп Меруерт апай кірді. Нұрдәулетті жұлқып Зәурені босаттырып жіберді. Добалдай боп өзіңнен кіші баланы шырылдатуың қашан қоясың, деп зекіп жатыр. Зәуре қаңылтыр сауытты шеңгелдеп ұстап,
ауыз үйге тайып тұрды. Бәрібір тартып алам деп Нұрдәулет оған зіл көрсетіп жатыр. Зәуреге Меруерт апай қамқоршы. Тартып алып көр, мен саған не көрсетер екем. Тумбочканың ішінде кітап, қағаз, дүниеліктер бір шөмеле болды. Не бір асыл шығармалар жан ашитындай мүсәпір күйде түсіпті. Аяжан аянышпен қарап реттеп отыр. Мына бір дәптер Нұрдәулеттің таза жазуға арналған дәптер екен. Аяжан ашып көре бастап еді, Нұрдәулет дәптерді қақшып жұлып алды. Аяжан бір беттің соңына қызыл сиямен қойылған екі бағалны байқап қалды. Бері көр, бері тұр, көрейін, көрсетпеймін деп Нұрдәулет дәптердің қалтасынан жұмалап салып алды. Жыртылған кітап журналдардың ретке салып Аяжан көп отырды. Тіпті тізесі талып кетті. Ара-тұра ересек адамдай күйзеліп, обалай деп қояды. Зәуре әрі қуанышты, әрі жабырқады. Жалғасы. Жататын мезгіл болды. Меруерт апай Аяжанға оңаша керуетке төсек салып берді. Қаспақ мұрын Зәуре шешесінің етегінен тартқылап, мен Аяжан әпкенің қойнына жатам, деп без-без етті. Менің қойныма жатқың келсе, жуын жақсылап. Ана қаспақ мұрныңды тазала, деді Аяжан. Зәуре қуанып кетті. Мақұл деп жуынбақшы болып жөнелді. Аяжан тысқа шықты. Көгілдір аспан мөлдіреп тұнып тұр. Көшедегі бағандардың басында әр жерде жарқырап жанған электр шамдары, қора жақтан қойлардың бырт-бырт күйіс қайрағаны естіледі. Ашыққа байланған қызыл сиыр, аяғы талған болу керек, жатыр. Демін күшене алып пыш-пыш етіп ыңыранып қояды. Құс қорадан үйректердің қырқ-қырқ еткен үні естіледі. Бақшадағы картоп егісінің арасынан әр тұстан әлдеқандай ұсақ жәндіктердің ысқырған, шиқ-шиқ еткен дауыстары білініп қалып, қайта жоқ болды. Мына бір салт атты кісі өтіп бара жатыр. Екі жағына дөңкейтіп шөп теңдеп алған. Өзі соның ортасында кеудесінен батып отыр. Астындағы аты аяқтарын сып-сып еткізіп тез басып барады. Жапырылған төрт тұяқтың соншама жылдам алмасқанына Аяжан қызықтап қарады. Салт атты ұзап кетті. Жаздың әсем түнін тұңғыш рет көргендей әсерленіп, Аяжан рахаттанып тұра берді. Үйден Батима шықты. Аяжан, қайдасың? Мұндамын. Жалғыз өзің неғып тұрсың? Жұлдыздарға қарап тұрмын. Жүр, жат. Аяжан үйге көңілді сергей түскен сезіммен кірді. Зәуре бұл екі ортада жуынып келіп төсекке жатып та үлгеріпті. Ақ сейсепті көрпені мойнына тұмшалап алып шалқасынан жатыр. Қуақысы қысық көзі бейне бір қуыршақ ойыншықтың көздері тәрізденіп жылт-жылт қозғалады. Обалы нешік, мұрынға біраз еңбек сіңіргені көрініп тұр. Бозғылт тартып тап-таза болыпты. Жақсылап жуындың ба, деді Аяжан. Иә, аяғыңды жудың ба? Зәуреде үн жоқ. Аяжан бір гәптің бар екенін дереу сезді. Көрпені ашып жіберіп қарады. Сөйтсе, Зәуренің сирақтары күндегі сол салпақ-салпақ қалпында екен. Аппақ төсеніштің әр жерінде аяғының іздері түсіп қалыпты. Мынауың не? Аяғыңды жумапсың ғой. Мен мұрнымды жудым. Мұрның жуылмасын, әуелі мына аяқты жуың керек еді ғой. Қарашы, тап-таза төсеніштің үстінен турай жүгіріп кеткендей қалыпсың. Зәуреге орнынан тұрып террасадағы қол жуғышқа қарай екінші рет баруға тура келді. Оның жүзінде Алматыдан келген қонақ әпкенің алдында ұялып қымсына да
Аяжанның қойнына жатам деп өзінен өзі мынадай машақат тілеп алған үшін қиналып жабырқауда бар еді. Ғажап түс жалғасы. Аяжан түс көрді. Түсінде ол Сарбай атасының үйінде біраз қонақ болып енді қалаға қайтайын деген екен. Сарекең, Меруерт апай, Батима, Зәуре, Ораз бесеуі шығарып салмақ болып, автобус аялдамасына қарай оны ертіп келе жатыр. Ап-ауыр қара чемоданы бұл жолы тағы да Ораз көтеріп алды. Кенет бұлардың соңынан у-шу нәзік бір дауыстар естілді. Аяжан жалт бұрылып қараса, міне ғажап, құмырсқадай өрісіп, осылай қарай дүрліге қашып келе жатқан кілең ши аяқ бірдеңелер. Әлгілердің соңынан қолына таяқ ұстап, Нұрдәулет алқым-жұлқым боп ол жүгіріп келді. Ши аяқ нәрселердің немене екенін Аяжан енді ғана байқады. Кілең жыртық кітапшалар мен журналдар екен. Аяжан бірден таныды. Қоңыр тумбочканың ішінде Нұрдәулеттің кітап журналдары. Аяжан, бізді алып кет, біз сенен қалмаймыз, сенімен бірге кетеміз, деп шың-шың кеткен Аяжанның дауыстарымен безілдеп жанып келеді. Тоқтаңдар, жандарың барында қайтыңдар, әйтпесе мен сендерді бұдан әрмен быт-шыт қыламын, деп Нұрдәулет зәрлене қуып жете алмай келеді. Аяжан не істерін білмей аңырап қарап тұрды да қалды. Жыртық кітап журналдардың арасында аузы келтірілген сынның сия сауыт, сынық қаламсап, жарық сызғыш секілді бірталай кемзаттар қоса келе жатыр. Соның қай-қайсысы да Нұрдәулеттен зәбір жапа шегіп мүгедек халге түскен бұйымдар. Ыза болған Нұрдәулет жете алмаған соң қолындағы жуын аяқ таяғымен әлгілерді жіберіп кеп ұрды. Сөйтіп еді, таяқ қадала барып сия сауытқа тиді. Сия сауыт күлпарша болды. Сол-ақ екен, сынған сия сауыттың ішінде көпіршіген көкпеңбек қою сия бұрқ етіп жерден шыққан судай болып қиналып шыға бастады. Нұрдәулет арғы еңіс жақта болатын. Лезде ол ағынды сия өзеннің ортасында қалды. Сияның асау толқыны біртін-бірті молайып өсіп барады. Теп-тез Нұрдәулеттің кеудесінен келіп қалды. Нұрдәулет сасып ойбайлап бастады. Асау толқын оған ырық беретін емес. Енді бір кезде Нұрдәулетті жаңқадай қақпақылдап азығып алды да жөнелді. Сарекең, Меруерт апай, Батима, Ораз барлығы да оған қол ұштарын беріп, құштарылып алмаққа қуа жүгіргісі келді. Бірақ ешқайсысы да Нұрдәулетке жете алмады. Нұрдәулеттің енді тек қылқиған басы ғана көрініп бара жатыр. Бір кезде лықсып келген бір және биік толқын осы қылқып жұтып мүлдем көмді де кетті. Аяжан өз даусынан өзі шошып оянды. Етпетінен жатқанға бастырылыңқырап терлеп қалыпты. Үй іші жап-жарық, тереземен күн сәулесі құйылып тұр. Қасымдағы Зәуреден басқалардың бәрі түрегеліп кетіпті. Осы кезде сырттан үйге Нұрдәулет кіріп келді. Аяжан ентіге қуанып, ей Нұрдәулет, барсың ба, деді. Бармын. Ой, мен бір түс көріппін, ғажап түс. Мен де түс көріппін. Менің барлық кітабыммен қашып сенің соңынан жүгіріп барады екен, деді Нұрдәулет. Аяжан аң-таң болды. Содан соңғысын ұмытып қалдым. Ұмытсаң, мен айтып берейін, деп Аяжан Нұрдәулеттің түсін жалғастыра айта бастады.
Каналыма қош келдіңіздер. Лүпіл басып пікір қалдыра отырыңыздар. Жалғасы бар.